Құдайды жоқ деп санаған немесе Құдайға қарсы сөз айтқан атақты адамдардың өлер алдында айтқан сөздері және әрекеттері. Фридрих Ницше өлер алдында есінен алжасып, темір торда итше үріп дүниеден өтті. Волтер оның өлер сәті сұмдық болды. Түні бойы кешірім сұраумен, шыңғырумен болды. Оны қадағалап отырған медбике маған әлемдегі қандай да болсын ақшаны ұсынса да, мен мынадай құдайсыздың өлер сәтінде бұдан былай отыруға келісе алмаймын деген екен. Владимир Ленин өлер алдында ақыл есінен айырылды. Өзінің күнәлары үшін үстел мен орындықтардан кешірім сұраумен болды. Алмейда Невес Бразилияның саясаткері сайлау алды науқаны кезінде халыққа былай деп жариялады: егер мен 15 мың дауыс жинайтын болсам, онда Құдайдың өзі де мені президенттіктен кетіре алмайды деп айтқан болатын. Ол аталған дауысты жинады, бірақ аяқ асты ауырып қалып, президент болардан бір күн бұрын кенеттен қайтыс болды. Давид Хьюм атеист өлер алдында үнемі шыңғырумен болды. Мен оттамын, оның үмітсіздігі сұмдық болды. Наполеон император оны емдеген дәрігер бұлай деп жазады: император жалғыздықта өлді, барлығы оны тастап кетті, оның өлер алды күресі сұмдық болды. Бұл Титаникті жасаған инженер. Құрылыс жұмыстары біткеннен кейін репортерлардың бұл таңғажайып кеме қаншалықты қауіпсіз болады деп қойған сұрақтарына былай деп жауап берді: енді бұны Құдайдың өзі де батыра алмайды деді. Ешқашан батпайтын кеме туралы барлығы да естіген болар.